Ассалаумағалейкум достар, Топ KZ арнасына қош келдіңіздер. Арамызда жылдамдықты жақсы көретін және жылдам автокөліктерге қызығатын адамдар өте көп. Солардың бірі мына мен. Сол себепті бүгін сіздерге 2022 жылдағы әлемнің ең жылдам топ 10 автокөліктері туралы айтатын боламын. Рейтинг автокөліктердің жылдамдығы мен техникалық сипаттамаларына сәйкес таңдалған модельдерді қамтиды. Оларды қазіргі уақытта ең жылдам деп атауға болады. Видеоны соңында бірінші орындағы супер жылдам автокөлікті көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар және Топ KZ арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Рейтингіміздің 10-шы орнына 2017 жылғы швециялық Koenigsegg Agera XS автокөлігі орналасты. Бұл көлік дизайны жағынан өте әдемі. Ал сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 2 турбиналы V8, қозғалтқыш көлемі 5 литр, қозғалтқыш күші 1360 ат күші, айналым моменті 6000 оборот минутта 1371 ньютон метр, меншікті қуаты тоннасына 975 ат күші, максималды жылдамдығы 430 км/сағат, 100-ге дейінгі үдеткіш 2,5 секунд, салмағы 1395 кг. Бензин шығыны аралас режимде 100 км-ге 22 литр жейді екен. Бағасы $3 миллион. Ең жылдам автокөліктер тізімінің 9-шы орнына 2010 жылғы француздық Bugatti Veyron Supersport автокөлігі орналасты. Жалпы Bugatti компаниясының барлық автокөліктер жылдам автокөліктер қатарына жатады. Бұл автокөліктердің сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 16 цилиндрлі турбогенератор, қозғалтқыш көлемі 8 литр, қозғалтқыш күші 1200 ат күші, айналым моменті 2200 оборот минутта 1500 ньютон метр, меншікті қуаты тоннасына 653 ат күші, максималды жылдамдығы 431 км/сағат, 100-ге дейінгі үдеткіш 2,5 секунд, салмағы 1838 кг. Бензин шығынына келетін болсақ, қала ішінде 100 км-ге 37,2 литр, трассада 14,9 литр, аралас режимде 100 км-ге 23,1 литр жейді екен. 9-шы орындағы Bugatti Veyron Supersport автокөлігінің бағасы $2 миллион 800 мың. Рейтингіміздің 8-ші орнына 2015 жылы шығарылған американдық Zinger 21S гибридті гиперкары орналасты. Егер Bugatti, Koenigsegg немесе Hennessy сияқты автоөндірушілерді көбірек естіген болсақ, онда жас американдық Zinger компаниясы туралы аз естідік. Рейтингіде орналасқан Zinger 21S брендтің тұңғыш көлігі болып табылады. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы гибридті мотор, көлемі 2,88 литр, қозғалтқыш күші 1250 ат күші, айналым моменті 1439 ньютон метр, меншікті қуаты тоннасына 1026 ат күші, максималды жылдамдығы 380 км/сағат, 100-ге дейінгі үдеткіш 1,9 секунд. Салмағы небәрі 1218 кг. Неге десеңіздер, бұл көліктің шанақтары, яғни кузовтары 3D принтерде шығарылады. Бензин шығынына келетін болсақ, әлі нақтырақ ақпарат жоқ, өйткені бұл гибридті қозғалтқыш және сериялық өндіріс. 8-ші орындағы Zinger 21S автокөлігінің бағасы $1 миллион 700 мың. Рейтингіміздің 7-ші орнына американдық Hennessy Performance Engineering Tuning компаниясының 2011 жылғы Hennessy Venom GT моделі орналасты. Негізі бұл тюнинг компаниясы басқа көліктердің сипаттамаларын барынша күшейтумен айналысатын. Бірақ кенеттен өздері өте жылдам спорткардарды шығаратын болды. Hennessy Venom GT көлігінің сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 8 цилиндрлі твин турбо қосымша интеркулермен, қозғалтқыш көлемі 7 литр, қозғалтқыш күші 1260 ат күші, айналым моменті 4400 оборот минутта 1566 ньютон метр, меншікті қуаты тоннасына 1013 ат күші, максималды жылдамдығы 435 км/сағат, 100-ге дейінгі үдеткіш 2,8 секунд, салмағы 1244 кг. Бензин шығыны белгісіз. 7-ші орында Hennessy Venom GT автокөлігінің бағасы $960 мың. Рейтингтегі 6-ші орынды иеленген Koenigsegg-тің тағы бір өкілі аңызға айналған 2017 жылғы Agera RS моделі. Барлығы небәрі 25 дана ғана шығарылған. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 2 турбо компрессорлы V8,
қозғалтқыш көлемі 5-1 литр. Қозғалтқыш күші 1360 ат күші. Айналым моменті 6000 оборот минутта 1371 ньютон метр. Меншікті қуаты тоннасына 975 ат күші. Максималды жылдамдығы 447 км/сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2,5 секунд. Салмағы 1395 кг. Бензин шығынына келетін болсақ, қала ішінде 100 км-ге 21,4 литр. Трассада 13,1 литр, аралас режимде 100 км-ге 17,25 литр жейді екен. 6-шы орындағы Koenigsegg Agera RS көлігінің бағасы $2,200,000. 5-ші орында орналасқан Koenigsegg Agera One of One гиперкары. Koenigsegg компаниясының шығарған гиперкары. Автомобильдің массасы мен қуатының арақатынасы 1-1, яғни 1 килограммға 1 ат күші. Бұған дейін сериялық автомобильдер өндірісінде бұндай нәтижеге қол жеткізу мүмкін болмады. Дәл осы арақатынасқа байланысты автокөліктің атауы One of One деп аталды. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 2 турбокомпрессорлы V8, көлемі 5,1 литр. Қозғалтқыш күші 1360 ат күші. Айналым моменті 6000 оборот минутта 1371 ньютон метр. Меншікті қуаты тоннасына 987 ат күші. Максималды жылдамдығы 447 км/сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2,5 секунд. Салмағы 1378 кг. Бензин шығыны белгісіз. 5-ші орындағы Koenigsegg Agera One of One көлігінің бағасы $4,650,000. Бұл рейтинг тізіміндегі ең қымбат көлік. Теңгеме қанша болады деген есептеп көрейік. $1,960,000,000 теңге шамасында болады екен. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Төртінші орында американдық Hennessy Performance Engineering компаниясының гиперкары Hennessy Venom F5. Бұл моделдің F5 деген атауы Фудзита шкаласы бойынша сағатына 512 км-ге жететін ең күшті F5 деген дауыл атауы бойынша қойылған. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 2 турбокомпрессорлы V8, қозғалтқыш көлемі 6,6 литр. Қозғалтқыш күші 1842 ат күші. Айналым моменті 6000 оборот минутта 1371 ньютон метр. Меншікті қуаты тоннасына 1377 ат күші. Максималды жылдамдығы 450 км/сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2,3 секунд. Салмағы 1338 кг. Бензин шығыны аралас режимде 100 км-ге 17 литр. 4-ші орындағы бұл автокөліктің бағасы $1,600,000. Рейтингтің 3-ші орнын әлемдегі ең жылдам сериялық автомобиль алады. Ол американдық SSC North America компаниясының әйгілі Tuatara гиперкары. Оның тиражы небәрі 100 дана болды. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы V8 Twin Turbo. Қозғалтқыш көлемі 5,9 литр. Қозғалтқыш күші 1774 ат күші. Меншікті қуаты тоннасына 1423 ат күші. Максималды жылдамдығы 455 км/сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2,5 секунд. Салмағы 1247 кг. Бұл көліктің бағасы $2,500,000. Екінші орынды иеленген швед гиперкарының жаңа нұсқасы Koenigsegg Jesko Absolute. Ол Koenigseggтің ең жылдам өкілі. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы V8 Twin Turbo. Қозғалтқыш көлемі 5,1 литр. Қозғалтқыш күші 1600 ат күші. Айналым моменті 5100 оборот минутта 1526 ньютон метр. Меншікті қуаты тоннасына 1212 ат күші. Максималды жылдамдығы 472 км/сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2,8 секунд. Салмағы 1320 кг. Бензин шығыны белгісіз, бағасы $3,690,000. Ал енді бірінші орынға келетін болсақ, ол француздық Bugatti Chiron Supersport 300+ гиперкарына тиесілі. Ол 2019 жылдың 2-ші қыркүйегінде Германиядағы Erlisten трегінде 490 км/сағат жылдамдық рекордын орнатты. Қазіргі таңда бұл әлемдегі ең жылдам гиперкар болып саналады. Сипаттамаларына келетін болсақ, қозғалтқышы 4 турбокомпрессорлы W16.
Қозғалтқыш көлемі 8 литр. Қозғалтқыш күші 1600 ат күші. Айналым моменті 2000 оборот минутта 1600 ньютон метр. Меншікті қуаты тоннасына 809 ат күші. Максималды жылдамдығы 490 км сағат. 100-ге дейінгі үдеткіш 2-4 секунд. Салмағы 1978 кг. Әрине көлемі 8 литр болғандықтан бензин шығыны да үлкен. Қала ішінде 100 км-ге 35-2 литр жейді екен. Трассада 15-2 литр, ал аралас режимде 100 км-ге 22-5 литр жейді екен. Бірінші орындағы гиперкардың бағасына келетін болсақ, ол $3,800,000. Сонымен бүгін сіз 2022 жылы әлемдегі ең жылдам машиналарды кездестірдіңіз. Осы шыңда қандай автомобильдер қалады деп ойлайсыз? Сіз бұл машиналардың қайсысын таңдар едіңіз? Өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді комментарийда жаза кетіңіздер. Және арнаға тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар.